Адия өте беделді отбасыдан шыққан. Ол директордың қызы. Сыныптағы ең әдемі, сұлу қыз. Бірақ та өте өзінше, қырсық. Ешкімнің айтқанын тыңдамайтын тәлпеш қыз. Оның әкесі өте бай кісі. Бұл Шыңғыс. Ол ақылды, төзімді, ботаник жігіт. Кедей отбасынан шыққан. Адияны жақсы көреді. Бұл Зайка, Адияның сыныптағы подружкасы, директордың орынбасарының қызы. Ол ешкімді жақтырмайды. Мақтаншақ, 200 қыз. Айолым, барлығы оны Айка дейді. Ол модница, қызғаншақ. Айка математика пәні мұғалімінің қызы. Математика сабағы. Бақылау жұмысы. Шыңғыс тапсырмаларды орындап болды. Адия Шыңғыстан шығара алмаған есептерін көшіреді. Шыңғыстан көмек сұрайды. Ол қуана-қуана көмектеседі. Шыңғыс, рахмет. Сабақ бітті. Шыңғыс пен Адия кітаптарын жинап үзіліске кетеді. Қоңырау болды. Шыңғыс Адия қайда деп ойлап жүреді. Адия, тоқта! Деді. Менсінбей кетіп қалады. Шыңғыс Адиямен жақсы көре ма деп отырады. Оны Адияның достары көріп қалып, Любит, не любит, но она тебе не ромашка. деп гүлін лақтырып жібереді. Өзіншеленіп кетіп қалады. Үшінші серияның соңы. Baby, I'm on the bus. Mais je joue et go de sang.